Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пияз қосылған қатпарлы шелпек пісіреміз. 200 грамм салқын суға 1 шай қасық тұз қосып, және 1 шай қасық сұйық май қосып, жұмсақ нан илейміз. Енді бір уыс көк пиязбен ақ желкенді ұсақтап тураймыз, және паприкамен тұз қосып араластырамыз. Қамырды 6 бөлікке бөліп күлшелейміз, жұқа етіп жаямыз. Енді жайылған нанға жұмсақ сары майды аздап жағып шығамыз. Енді 1-2 қасық пиязды салып, шелпекті рулет қылып ораймыз, және домалақ формаға келтіреміз. Егер уақыт болып жатса, 1,5 сағатқа тоңазытқышқа қойып, суытып алуға да болады. Енді бұны тағы да шелпек қылып жаямыз домалақтап. Жайған кезде пияздар көрініп тұрса, ештеңе етпейді, ол бірге қорылып кетеді. Және де бұл шелпекті жасаудың екінші әдісін көрсетемін. Ол үшін шелпектің екі жақ шетінен бір-біріне қарама-қарсы екі-екіден, яғни 4 рет кесіп аламыз. Және де видеода көрсетілгендей осылай қабаттап жинаймыз. Бұл әдісте соңғы қабаттарында пияз болмайды, яғни ол жерге тағы да сары майдан жағып жіберуге болады, өз қалауларыңыз бойынша. Және де мүмкіндігінше жұқа етіп жайсаңыз, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ал пісіріп алу үшін табаға көп май қоспаймыз, 2-3 ас қасық құйсаңыз жеткілікті. Екі жағынан да қызартып пісіреміз.